Кофеге келетін болсақ, бұл жай ғана сусын емес, ол тарих, мәдениет және денсаулыққа толы классика. Кофе дүние жүзіндегі ең танымал сусындардың біріне айналды, бірақ оның тарихы сонау ғасырге дейін созылады. Сонымен қатар, кофенің денсаулыққа пайдасы көп екені анықталды. Бүгін сізге осы қызықты сусынның жан-жақты бейнесін беру үшін кофе тарихы мен оның денсаулыққа қаншалықты пайда екенін бірге қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Кофенің тарихын ежелгі Эфиопиядан бастауға болады. Аңыз бойынша қалди деген қойшының қойлары қызыл жидекті жегеннен кейін қойлары ерекше белсенді бола бастағанын байқаған. Кардиде қызығып жидектерден дәм татып, сосын ода өзін сергек сезінгенін байқаған. Бұл жаңалық Эфиопияда алғаш рет байқалған және тұтынылған сусын кофенің шығу тегін көрсетеді. Кофе дәндерін қуыру және қайнату әдістері біртіндеп дамып, оны танымал сусынға айналдырды. Кофенің таралуы Араб түбегінде басталды. Онда ол танымал сусын мен сауда тауарына айналды. Арабияда кофе қахва деп аталады. Бұл термин бастапқыда ынталандырушы сусын ретінде аталды. Уақыт өте келе, таяу шығыста кофеханалар пайда бола бастады. Олар адамдар кездесіп, пікірлесіп, кофе ішіп демалатын орынға айналды. Бұл кофеханалар мәдениет пен идея алмасуды қолайлетіп, бірегей әлеуметтік орындарды қалыптастырды. Кофе Еуропаға 17 ғасырда алғаш рет Венеция енгізді, содан кейін бүкіл континентке тарады. Еуропада кофеханалар бой көтеріп, ғалымдардың, өнер қайраткерлерінің, саясаткерлердің және қарапайым адамдардың бас қосып, пікір алмасу орнына айналды. Кофеханалар еуропалық мәдениетте маңызды рөл атқарып, ағарту дәуірінің символына айналды. Кофенің тарихы тек Еуропа мен таяу шығыспен шектелмейді. Ол бүкіл әлемге тарады және әлемдегі ең танымал сусындардың біріне айналды. Әрбір ел мен аймақтың өзіндік кофе мәдениеті мен дәстүрлері бар. Итальяндық эспрессодан түрік кафесі рәсімдері, дәстүрлі эфиопиялық кофе рәсімдеріне дейін бар. Кофенің денсаулыққа пайдасы бар ма? Көп зерттеулерге қарағанда кофенің денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар болып шықты. Біріншісі – антиоксиданттар. Кофе антиоксиданттардың бай көзі болып табылады. Оның құрамында бос радикалдармен күресуге және жасушаның қартаю процесін бәсеңдетуге көмектесетін хлороген қышқылы және катехолдар сияқты қосылыстар бар. Антиоксиданттар сонымен қатар жүрек ауруы, рак және қант диабеті сияқты созылмалы аурулардың қаупін азайтуға көмектеседі. Екіншісі сергектік пен энергияңызды арттырады. Кофенің негізгі биоактивті заты кофеин, сергектік пен энергияңызды арттыратын стимулятор болып табылады. Аденозиннің әсерін тежей отырып, кофеин мидағы дофамин мен норадреналин деңгейін арттырады. Бұл адамдарды сергек және жігерлі сезіндіреді. Сондықтан көптеген адамдар бір күнін сергек және жігерлі бастау үшін таңертең оянғанда бір кесе кофе ішуді таңдайды. Үшіншісі, қант диабеті қаупін азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, қалыпты мөлшерде кофе қабылдау екі типті қант диабетінің жиілігімен кері байланысты. Кофедегі антиоксиданттар мен басқа биоактивті қосылыстар инсулинге сезімталдықты жақсартуға және инсулинге төзімділікті төмендетуге көмектеседі. Осылайша қант диабеті қаупін азайтады. Төртіншісі жүйке жүйесін қорғайды. Кофе жүйке жүйесін қорғаумен де байланысты болды. Зерттеулер кофеиннің жүйке жүйесімен байланысты дегенеративті ауру Паркинсон ауруының қаупін азайтуға көмектесетінін анықтады. Кофеин нейрондық апоптозды және нейроқабынуды тежей алады. Осылайша жүйке жасушаларын қорғауға көмектеседі. Бесіншісі депрессияға түсудің алдын алады. Депрессиялық белгілердің төмендеуі кофені қалыпты тұтынумен де байланысты болды. Кофедегі кофеин допамин мен норадреналиннің бөлінуін арттырады, көңіл күйді жақсартады және депрессияны азайтады. Дегенмен кофені шамадан тыс тұтынса кері әсер етіп, алаңдаушылық пен мазасыздық сезімін тудыруы мүмкін. Алтыншысы ірек қаупін азайтады. Зерттеулер сонымен қатар кейбір ірек ауруларының төмендеуі кофені қалыпты тұтынумен байланысты болуы мүмкін екенін анықтады. Кофедегі антиоксиданттар мен басқа қосылыстар рак клеткаларының өсуі мен таралуын болдырмауға көмектеседі. Атап айтқанда, кофеин бауыр, тоғышек, омырау ірек қатарлы қаупін азайтады. Жетіншісі жүрек қан тамырларының жағдайын жақсарту. Жүрек қан тамырларының жақсаруы кофені ұзақ уақыт қалыпты тұтынуымен байланысты. Зерттеулер көрсеткендей, кофе тұтыну инсульт және жүрек ауруы сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады.
Кофедегі антиоксиданттар мен басқа да биоактивті қосылыстар жоғары қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Кофе тұтынуымен және сақтық шаралары. Кофенің денсаулыққа пайдасы көп болғанымен, кофені шамадан тыс тұтынса мазасыздық, ұйқысыздық, жүрек соғысының жиілеуі және асқазанның бұзылуы сияқты жағымсыз әсерлерге әкелуі мүмкін. Сондықтан кофені аз мөлшерінде тұтынған дұрыс. Әр адамның кофені қабылдауы әртүрлі және дұрыс мөлшердің анықтамасы барлық адамға сай келе бермейді. Әр адамның әртүрлі қабылдау мөлшер болуы мүмкін. Жалпы айтқанда күніне 2-3 кесе кофе, бір кеседе шамамен 100-200 мг кофеин бар, әдетте салыстырмалы түрде қауіпсіз және тұтынуға пайдалы мөлшері болып саналады. Бұған қоса, қант пен сүт сияқты кофедегі қоспалар калория тұтынуды арттырып, денсаулыққа пайдасын азайтуы мүмкін. Сондықтан денсаулығыңыз үшін таза кофені таңдағаныңыз немесе майы аз сүт пен қантты азырақ ішкеніңіз дұрыс. Қорытындылай келе, кофе бұл тарих пен мәдени мұраға толы сусын, және көптеген денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар. Антиоксиданттардың көзі ретінде ол зейінді арттыруға, қант диабетін төмендетуге, жүйке жүйесін қорғауға, депрессия белгілерін азайтуға, ірек қаупін азайтуға және жүрек қан тамырларының жағдайын жақсартуға көмектеседі. Дегенмен, жағымсыз әсерлерден аулақ болу үшін кофе ішу кезінде абай болу керек. Кофе тек дәмді сусын ғана емес, сонымен бірге денеге пайдалы сиқырлы сусын. Ол әрқашан біздің өмірімізде маңызды рөл атқарып, бізге шексіз ләззат пен денсаулыққа пайда келді. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.